Сәлем достар, бүгінгі видеода Кореяға келуіме қанша ақша жұмсағанымды айтатын боламын. Алдын ала ескерте кетейін. Менің жұмсаған шығындарымды сіз өзіңізге мысал ретінде ғана алсаңыз болады. Себебі әркімнің жағдайында әртүрлі қаржылай шығындар болуы мүмкін. Определенный пәлен ақшамен бару керек, болмаса жаңағыдай осындай сумма берсеңіз мен сізді Кореяға дейін жеткізіп беремін деген адамдарға сенбеңіздер. Себебі бұл жаққа сіздің келуіңіз біріншіден екіталай. Сіз таможенный контрольдан, яғни паспортный контрольдан сіз өтесіз бе, өтпейсіз бе, сізге ешкім ешқашанда гарантия бере алмайды. Сондықтан да Кореяға жұмысқа тұрғызып берем, жұмысқа барып берем, немесе жаңағыдай 100% Кореяға барасың деген адамдарға сеніп, алдын ала ақша төлеп, қалталарыңызды тесіп алмаңыздар. Себебі не үшін олай айтып отырмын? Себебі бұл жаққа көбінесе келетін адамдар, яғни турист есебінде келеді. Арнайы жұмыс визасы деген жоқ. Өткен видеода сіздерге айтып кеткендегідей, мамандығым мынандай еді, маған осындай жұмыс керек еді, сондай жұмыс бар ма деп, наоборот, сіздер өйтіп сұрақ қоймаңыздар. Себебі сіздер керісінше алаяқтарға неғұрлым алдауға оңай болып көрінесіздер. Өйткені сіздер бұл Корея туралы, болмаса шетелдегі жұмыстар туралы ақтарып, зерттеп көрмегеніңіздің белгісі болып есептеледі. Сіздерге бұл жаққа келу үшін, именно Қазақстаннан келетін болсаңыздар, сіздерге тек қана кета керек. Кета ғана толтырасыздар. Негізінде қалған айтып отырған тур маршрут, гостиницаның броны, ол келуіңіздің, яғни таможенный контрольдан, паспортный контрольдан өтуіңіздің пайызын жоғарылату мақсатында істелетін жұмыстар. Себебі сіз турист болып келе жатқаннан кейін, сіз өзіңізді турист есебінде дәлелдеу керексіз. Қандай да бір сұрақтары туындайтын болса, егерде сіздерге жаңағыдай паспортный контрольда нақты міне осындай қағаздарым бар, мен туристпін, болмаса жаңағыдай қыдырып келе жатырмын пәлен күнге деп дәлел есебінде ғана көрсететін қағаздар болып есептеледі. Ал нақты керек құжат, сізге рұқсатнама беретін, Кореяның билігі беретін құжат, ол кета. Көптеген шығындарға ұшырамас бұрын алдын ала осы нәрселердің барлығын сіздер алдын ала өзіңіз үшін интернетте қарап зерттесеңіз, сізге көптеген пайдасы тиеді. Себебі сіз біріншіден алдандай қоймайсыз оңайлықпен. Егер сол нәрселердің бәрін білетін болсаңыздар, және де мен айтып отқандай, маған біреу көмектесті, құжаттарын толтырып берді деп айтып отқаныммен, сіздер құжат толтыратын, сіздерге көмектесетін адамды уже нақты мынау дұрыс толтыра алады, мынау жаңағыдай сомнительный деген сияқты, уже сізде какой-то бір түсінік пайда болады. Сондықтан сіз өзіңіз Кореяға егер келетін ойыңыз болса, жалпы шетелге шығатын ойыңыз болса, сіз алдымен қалай бару жолдарын, қандай құжаттар керек екенін өзіңіз бірінші зерттегеніңіз дұрыс. Себебі білместіктің кесірінен қаншама шығынға батып жатқан адамдар жетеді. Кейбіреулеріңіз ойлап қалуларыңыз мүмкін, бізге саған көмектескен адамның данныйын берсей, біз де сол кісіге айтайық, сол кісі бізге солай жасап берсін деп. Я, ол кісі маған солай жасап берді, бірақ та ол менімен сіз сияқты жақын қатынастығым болмағаннан кейін мен сіздерге ұсына алмаймын ешкімді. Неге? Өйткені маған жасап берген нәрсені сізге екі есе ғып шығын ғып шығарып жатса, екі ортада мен кінәлі болып қалады. Сондықтан мен ешкімге жарнама жасағым келмейді, себебі әркімнің жағдайында ол индивидуалды болуы мүмкін. Сондықтан өзіңіздің айналаңызда, болмаса өзіңіздің қалаңыздан іздегеніңіз тіпті жақсы. Себебі документті сұрауға болады, бар, қасыңда отыр, бірге толтырайық, бірге істейік, маған да көрсетші, қалай толтырып жатсың деген сияқты. Болмаса, ақпарат алмасу оңай болады. Ол өзінің сол арқылы ол нан тауып отырса, ол сізге көрсетпеуі де мүмкін енді. Мен өзім толтырамын, мен саған қағаздарын беремін деген сияқты. Бір қалада болсаңыз, ол тіпті жақсы. Бірдеңесі дұрыс болмай жатса, сіз барып сұрай аласыз, өйткені сіз алдын ала интернеттен көріп алсаңыз, қандай құжаттар кетеді, қалай барады деген сияқты. Примерно расчеттарын білесіз, билетке қанша кетеді деген сияқты. Енді зерттеу барысында онсыз да барлығын жобалап, осы да сіз уже бағаларын уже елестетіп отырасыз. Мысалы, менің Кореяға келуімдегі нақты суммалар, мен кета толтыруға бүкіл документтерімді осы жаққа кіргенге дейінгі сопровождениеға, көмекке, яғни 50 000 теңге жұмсадым. Ол кісі бәрін дайындап берді. Менің жұмысым распечатка жасап, қолыма алу.
билетті мен вроде қымбат алдым деп есептеймін, өйткені кетам одобрение шыққаннан кейін мен бір аптадан кейін кетіп қалғым келді. Сол себепті менің билетім может қымбат болуы мүмкін. Қытай арқылы келгеннен кейін Алматы, Қытай, Корея. Солай келгеннен кейін мүмкін сіздер кетаңыз одобрение шыққаннан кейін определенный уақытқа дейін ол кета жарамды, 3 жыл ма сондай. 3 жыл арасында Кореяға келсеңіздер болады. Мүмкін мен асығып тез келгеннен кейін маған может қымбат шыққан шығар. Сіздің жағдайыңызда ол басқаша болуы мүмкін. Мен Қытай арқылы келдім, ол ең арзан билет болып есептелді сол кезде. Сол датаға сай. Мен келуіме байланысты. Ең основной шығын менде сол ғана болды. Ал қалғаны уже менің қалтамның расходы. Мен Қызылордадан Алматыға дейінгі пойызым шамамен 10-12 мың теңге. Алматыдағы гостиницам, жолдағы тамағым, такси, былай жүріп тұрып, ол енді жеке менің өзім қалтамнан шыққан шығындарым. Мысалға мен Алматыға бардым, Алматыға барғаннан кейін бізге енді өтуімізге сенімдірек болу үшін таможенный контроль, паспортный контрольді біз сенімде алуымыз үшін бізге жақсы киім киіп, өздеріңізді ретке келтіргендеріңіз дұрыс деп ескерткеннен кейін ол жақтағы киім киіс, анау шығындар болды менің жеке басымда. Сосын Қытайға жеткеннен кейін Қытайдың Пекиннің аэропортында біз аса қатты шығын жасамадық десек те болады. Опять-таки өзіңіздің жеке шығындарыңыз қалтаңызға енді кемінде мен қорытындылап примерно айтып көремін. Мысалға пойызға 10-12 мың, мысалы грубо 15 мың кетті деп есептеңіз. Одан кейін Алматыдағы гостиницаның бағасы шамамен 36 мыңдай ма сондай болды. Бір суткіге. Сол жақтағы жүріп тұру тамағың бар. Плюс-минус ар жағында тағы 10 мың теңге тамаққа кетті деп есептесеңіз, плюс киім-кешек, менің жағдайымда мен киім-кешек алдым, сіздер может алмайтын шығарсыздар. Киім-кешекке ары-бері мысалы 30-40 мың теңге кетуі мүмкін. Сонымен сіз Кореяға келдік деп есептедік, Сіз келген бетте сізге сим-карта керек болады. Сим-картаны аэропортта алудың қажеті жоқ деп бізге солай түсіндірді. Себебін мен өзімде білмеймін, себебін осы жақта жүргеніме 2 айдан енді ғана асып жатыр. Сіз келгеннен кейін сізді біреу күтіп алмаса, бұл кезде қонақ үйдің шығындары болады. В среднем мысалға бұл жаққа келген өзімде мен өткен видеода айттым, қалтамда $100 болды деп. Сол $100 шамамен сол қонақ үйлер 50 мың вонға жалдадық. Шатаспасам. Біз өзіміздің аяғымызбен әупіремдеп жүріп, таксиге мініп, қайта бізге құжатпен көмектескен кісі гостиницамызға дейін көмектесіп берді. Біз жағдайымызды айтып түсіндірдік, осындай жағдай болып тұрды. Опять-таки, ол сіздің жағдайыңызда басқаша болуы мүмкін. Сізді біреулер күтіп алуы мүмкін, өздерінің үйіне апаруы мүмкін деген сияқты плюс-минус расходтарға осы жақта хотя бы таксиге болсын, бір жерден бір жерге жетіп алуға болса да, сізде кемінде бір 50 мың теңгедей қалтаңызда болса, мен жағдайымда нормально, значит. Менің айтайын дегенім, тоқетеріне келгенде осы жаққа келуіме шамамен 1 миллион теңгедей ақша жұмсадым. Оның барлығы кредит деп айтсам да болады. Ең өкініштісі, ең қатты өкінетін нәрсе мына нәрседе. Егер де осында кеткен шығынның бәрін есептеп алатын болсаңыздар, сол суммаға бір нәрсе елде ашып, сонымен айналысқан дұрыс сияқты. Өйткені мына жаққа келгеннен кейін мен түсініп жатырмын, көп адамдар TikTok'та, Instagram'да, YouTube'да мысалға көп адамдар өздерінің услугасын сату арқылы, сіздер арқылы ақша табуға тырысады. Сондықтан оларға көптеп адамдар алданып, осы жаққа келгені дұрыс сияқты. Мен жаловаться етпеймін, что Корея жаман, Корея бір нәрсе, негатив вообще 0. Ол негативті айтатқан жоқ. Мен егер шығындарымды есептесем, бұл жаққа келмей-ақ, сол шығынға бір нәрсе әйтеуір әупіремдеп жүріп бірдеңе істеп, елде қалып, үйден кіріп шыққанға не жетсін деп, сол жақтан бір тірліктің көзін бастаған дұрыс деп санаймын. Мүмкін мен келгенім кеше ғана, мен может бүкіл мүмкіндікті көрген жоқ шығармын Кореядағы. Бірақ бұл жақтағы тауып отқан адамдардың ақшасына, яғни біздің отандастарымыздың ақшасы, СНГ аумағынан келіп жұмыс істеп жатқан кісілердің ақшасы
өте төмен сияқты менің көзқарасымда. Себебі ол ақшаны біздің Қазақстанда да табуға болатын сияқты. Егер де осы жаққа жұмсаған ақшаларыңызға бірдеңе ұйымдастырып ашатын болсаңыздар, бұл бұл менің жеке өзімнің ойым. Мен ешкімнің алдын кесіп, біреудің наннан тартып жегім келмейді. Қалай бар, солайдан мен ол өзімнің көзқарасымды осылайдан мен бөлісіп отырмын. Көбісі айтады, дұрыс, бұл жақтар мүмкіндіктер, мүмкіндігінде шек жоқ бұл жақта. Бірақ та сен қанша дегенмен сырттан келгеннен кейін сен сырттың адамы болып қаласың. Ішкі кухняны көрмей жатып, үйде жатып армандау, мына жақта ақша көп екен дегенге қатты сенудің қажеті жоқ. Сонымен видеоны қорытындылай келе, менің не айтқым келіп тұр, мен сіздермен осы жаққа келгендегі жұмсаған қаражатыммен бөлістім. Мүмкін сізде көп, одан да көп шығын шығып кетуі мүмкін, болмаса сіз өте аз шығынмен келуіңіз мүмкін. Бірақ та Корея менің ойымша бұл өте қатты жаңағыдай шарасыз қалған адамдарға арналған ел деп айтсам примерно дұрыс болар. Бірақ та осы жаққа келуге жұмсайтын ақшаңызға тағы да қайталап өтейін, елде бірдеңе істегеніңіз жөн сияқты. Өздеріңіз есептеп, бәрін ақылға салып, ойланып көріңіздер. Бұл жақта жүргендердің бәрінің өмірі керемет дегенге сенбеңіздер. Ең бастысы сол. Қош сау болыңыздар, келесі видеоларда көріскенше.